Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер көбі біле білмейтін қазақ тарихындағы ұлы шайқастардың бірі Аягөз шайқасы туралы айтатын боламыз. Аягөз шайқасы 1718 жылдың күз айларында өткен. Майдан алаңы қазіргі Шығыс Қазақстан облысындағы Аягөз өзенінің бойы. Шайқастағы екі тарапты айта кетсек, 30 мың адамнан тұратын қазақ әскері мен 1000 жаяу әскер, 1500 атты әскерден тұратын жоңғар әскеріне қарсы болды. Бұл шайқаста адам шығыны айта кетерлік көптеу болды. Қазақтардан 402 мың адам жоңғар әскерінен белгісіз болды. Қолбасшыларын айта кетсек, қазақтарды Қайып және Әбілқайыр хандар басқарды. Жоңғарларды қолбасшысы белгісіз болды. Және бұл шайқасқа қатысқан батырлар Қаракерей Қабанбай мен Қанжығалы Бөгенбай батырлар қатысқан. Аягөз шайқасы 3 күнге созылды. Әскери тактика бойынша қазақтарда атты әскермен бетпе-бет тіке шабуыл, атыс шабыс, қоршауға алу, атыс шабыс болған. Ал жоңғарларда әскер тегеурінін тежеу әдісі қолданылды. Бұл шайқастың тарихи маңызы көп болды. Қазақ жоңғары қарым-қатынасындағы ең үлкен жеңілістің бірі. Қазақ хандары мен қолбасшыларына, батырларына зор сабақ болды. Сондай-ақ жоңғарлардың ұрыс тактикасын, олардың ауыр найза мен мұздай қарулану дәстүрін өздерінің тәжірибе. Достар, осымен біздің видеомызда аяқталып қалды. Сіздермен болған Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер Аягөз шайқасы туралы мәлімет білдік. Ал егерде осы видео ұнап жатса, видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақында арнамызда 200 тіркелушіге жетіп қалды. Арнамызға тіркел, подписаться, қызыл кнопкасын басып кетуді ұмытпа.